ايوه ما شاء الله ما شاء الله. هيك البابا حكي يا بابا. شوي شوي على الحديد على الحديد شوي دير بالك شوي على الهيد. انتبه روح 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 هات دوني لك سلموا للي وراك يلا شيلوا على السواق على الساعه. ليك الطاقه ليك. شوي يلا. Abi bir sağlıkçı baksana. Orada var mı? Tamam gel. Қазір ғана тамашалаған бейнебаян Түркияның оңтүстік шығысы мен Сирияның солтүстік батысында болған жер сілкінісі салдарының көрінісі. 7,8 балл болған жер сілкінісі Түркия тарихында соңғы 80 жылдағы ең ірі жер сілкінісі болып табылады. Табиғи апаттан 13,5 миллион тұрғыны бар 10 провинция зардап шеккен. Қазіргі таңда Анкара билігі жер сілкінісі салдарынан қазірше 39,672 адам қаза тапты деп мәлімдесе, ал Дамаск 5,800-ге жуық адамның қаза болғандығын жариялады. Түркия президенті Реджеп Тайип Ердоғанның мәлімдеуінше, бүгінгі күнге дейін 8,000-ға жуық адам жер сілкінісі нәтижесін қираған ғимараттар астынан құтқарылған. Біріккен ұлттар ұйымына сүйенсек, жер сілкінісі салдарынан Сирияда 5,3 миллион жуық адам баспанасыз қалуы мүмкін. Сонымен қатар Түркия мен Сирияда 900,000-ға жуық адам шұғыл түрде ыстық тағамға мұқтаж. Жер сілкінісі орын алғанда 12 тәулік өтсе де, әлі күнге дейін ғимараттық үйінділер астынан жапа шеккен адамдарды құтқару операциясы жүзеге асырылуда. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Студияда Бекасылова Яулым. Бүгінгі түсіріліміміз осы тақырып төңірегінде өрбитін болады. Ақорданың ресми мәліметіне сүйенсек, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметке жойқын жер сілкінісі салдарынан зардап шеккен Түркия Республикасына шұғыл көмек ретінде 1 миллион ақш долларын бөлуді тапсырды. Ал қазақстандық еріктілер зілзала салдарынан зардап шеккендерге арнап 150 тоннадан астам гуманитарлық көмек жинап Түркияға жібергендігі мәлім болды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті де игі бастамадан қалып қоймады. Түркияда жер сілкінісінен зардап шеккен азаматтарға белсенді көмек көрсетуде. Табиғи апат орын алған сәтте оқу орнының оқытушы профессорлары мен қызметкерлері бір күндік жалақысын аударды. Білім ордасында ректор Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевтың бастамасымен жиналған қаражат 40 миллион теңгені құрады. Бұған қоса, көшбасшы университетіміз арнайы гуманитарлық көмек беру орталығын ашты. Жәрдем қабылдау пунктінде еріктілер қолдауымен 20 киіз үй, көрпе жастық, қалың төсеніштер және ересектер мен балалар киімдер жиналды. Жөнелтілетін жүк арнайы рейспен жіберілді. Сонымен қатар 7 ақпан күні жалпы саны 41 адамнан тұратын Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары жер сілкінісі салдарын жоюға көмек көрсету үшін Алматыдан Түркияға аттанды. Құтқарушы топтың иелігіндегі құтқарушы құрал жабдықтар, гидравликалық және пневматикалық жабдықтар, гидравликалық домкраттар, пневмодомкраттар, перфораторлар, жарықтандыру құралдары, палаткалар, спутниктік терминал, каркасты модуль, автотехникалардан тұрады. Қазақстандық құтқарушылар мен дәрігерлер борты Газиантеп қаласына қонып, ары қарай өз жұмыстарына кірісті. 16 ақпандағы деректерге сүйенсек, қазақстандық құтқарушылар қираған ғимараттар арасынан 85 адамды шығарып алған, ал олардың 10-ы жас балалар. Өкінішке орай, қазірге дейінгі мәліметтер бойынша Түркиядағы жер сілкінісінен 3 қазақстандық азамат қаза тапқан. Қаза тапқан Мирболат Құрмашев, Әділ Қадырбеков және Жанар Жақсыбекованың мәйіті елге жеткізілген. Бұл ақпаратты Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров растады. Марқұмдардың мәйітін тасымалдау бойынша барлық шығын мемлекет есебінен өтелген. Біріккен ұлттар ұйымы Түркия мен Сирияда жер сілкінісінен зардап шеккен көмектесу үшін 25 миллион доллар қаржы бөлді. Бұл жайлы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы гуманитарлық мәселе жөніндегі орынбасары Мартин Гриффитс мәлімдеді. Ал Вашингтон гуманитарлық көмек көрсетуге 85 миллион доллар бөлетіндігін жарияласа, Ресей 1 миллион ақш доллары, 16 тонна гуманитарлық көмек және 150 адамнан тұратын құтқарушы топта апат алаңына жіберген. Қытай орталық телевизиясы таратқан ақпараттарға сүйенсек, Пекин гуманитарлық көмек ретінде 5,9 миллион ақш доллары көлемінде қаржы бөлген. Түркияның оңтүстік шығысы мен Сирияның солтүстік батысында болған жер сілкінісінде құрбан болған адамдар мен инфрақұрылымдық зардаптардың саны және көлемі неге шамадан тыс үлкен? Құтқару іс-шаралары неге баяу жүзеге асырылып жатыр? Зілзаланың салдары Түркия мен Сирияның саяси әлеуметтік өміріне қалай әсер етеді? Жер сілкінісінен кейінгі Түркияның аймақтық халықаралық келбеті қалай болмақ? Бұл жайлы біздің сарапшымыз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультетінің аға оқытушысы, PhD докторы Ермекбаев Әділбек Алпысбайұлы талдайтын болады. Турция мен Сирияда орын алған жер сілкінісінің құрбандарына
мына қайғырып көңіл айтамыз. Енді әрине бұл қиын жағдай. Бұрын сонды Турция өздері білесіңдер, мынау өз орналасқан жері, әсіресе мынау соңғы жер сілкініс болған жері тектоникалық жарылыстардың осы жерде орналасқан. 1939 жыл болған Турцияда үлкен осындай жер сілкінісі, ол жерде де осы 7 балл мен 8 балл арасында болған. Енді сол кездегі жер сілкініс Турция тарихындағы ең үлкен жер сілкініс болып есептеліп келді. Енді мынау соңғы болған жер сілкініс енді шынымен де өте ауыр дейді. 7-де 8 балл Рихтер шкаласы бойынша болған жер сілкініс енді шынымен де жаңа үлкен осындай қайғы қасіретке алып келді. Біріншіден енді туындайтын мәселе қазіргі таңда барлығында қойылатын бір мәселе сұрақ. Енді бұған дейін де мысалы Жапонияда болды 2011 жылы Фукусима трагедиясы кезінде, ол кезде мысалы 9 балдық жер сілкініс болды. Оның алдында мысалы Кеңес одағы кезінде мынау Армения, Кавказда болды, оңтүстік Кавказда. Ол жерде де жер сілкінісінің жаңағы магнитудасы өте үлкен еді. Мына Турцияда неге осындай қайғылы жағдай қалып келді деп біріншіден енді күтпей қалды деген айту енді үш қары болып саналады. Негізінен үкіметтің баяу жаңағы қимылдауы бір себептердің бірі осы жер сілкінісінің зардабынан. Енді оны президент Эрдоганның өзі де мойындап жатыр. Мойындады. Мынау шынымен де көптеген құтқару қызметтері, әсіресе басқа да қызмет түрлері бұл дайын болмады. Өйткені бұл провинцияда жер сілкінісі болған масштабы 10 провинцияны алып отыр. Турцияның оңтүстік шығысындағы 10 провинция. Сондықтан мынау жер сілкінісі зардабы жаңағы қуаты жағынан өте қиын болғанды, күшті болғанды мадан байқалады. Мына көптеген сол провинцияларға баратын провинцияның арасындағы жолдардың көптері зардап шекті, инфрақұрылымы зардап шекті. Сол себепті мына көптеген құтқарушылардың дәл кезілі бара алмауы осыған байланысты. Бұл айту керек, енді көбісі информациялық соғыс болып жатыр, ақпарат соғыс болып жатыр. Сол ақпарат соғыс кезінде әртүрлі ақпараттар келеді. Біресе көбісі Эрдоған қарсы бағытталған. Енді өзі мына қарап отырсақтар, ақпараттық кеңістікті негізінен осындай төңіректегі мынау жаңағы осы қайғылы оқиға себеп болған жаңа құрылыс компаниялары, солардың заңсыз үй салуы, немесе үйдің сапасының болмауы, былай келген кезде коррупция, жемқорлық деп айтылғандардың көбінесе бұл батыстық медиаларда, батыс ақпарат құралдарында айтылып жатқан, Турцияның өзінің оппозициялық құралдарында. Енді бұның бір көздеген мақсаты бар. Біріншіден Эрдоганның мынау қазіргі әлемдегі ұстап отырған саясаты, ұстанымы көптеген елдерге ұнамады. Әсіресе соңғы кезде Эрдоганның төңірегінде көптеген шабуылдар басталды. Әсіресе Эрдоганның тұсындағы Турцияның жаңағы аяғына тік тұрып, әлемдік сахнада жаңа белгілі бір орын алуы, жаңағы ірі мемлекеттердің қатарына қосылып, жаңағы өзіндік геосаяси ойындарға қатысуы енді әрине көптеген нелерге ұнамайды. Сондықтан да осы мына қайғылы оқиғаның шеңберінде, осы қайғылы оқиғаның болып жатқан кезде осыны жаңа айтып кеткендей көбі өз мақсатында, саяси мақсатында пайдаланғысы келеді. Сондықтан мынау әсіресе Эрдоганға қарсы шабуыл жасау барысында бірінші айтып жатқан жаңағы қызмет баяу көрсетілді. Қызмет жаңағы құтқару қызметтері жаңағы уақытылы істеді. Таңертең мысалы бастап түске қарай обедке кетіп қалды деген сияқты осындай нелер болып жатыр. Бұның барлығы информациялық соғыстың белгісі. Енді жаңа айтты дайын емес болды деген тоже келмейді айтуға. Өйткені Турция мынандай өте қауіпті аймақ болғаннан кейін бұл жерде жаңағы ақпарат осындай нелердің апаттардың алдын алу қызметтері жақсы дамыған. Соның мысалы енді Жапонияның дәрежесіне жетпеген шығар, бірақ белгілі бір дәрежеде ол өте жоғары. Бірақ мынау жаңа айтқанса инфраструктураға келген зардап, әсіресе жолдар, көптеген жаңағы қалалардың арасында, елді мекендердің арасында байланыс болмауы, солардың барлықтары әрине қиындатты. Сондықтан да бұны енді жаңа айттық, билікте өзі мойындап отыр. Сондықтан да енді қатты баяу немесе ұшқары қарат деп айтуға болмайды. Шамасы келгенше істеп жатыр. Қазір мына көптеген елден келген 90-ға жуық ел өзінің ниетін білдірді. Осы Турцияға көмек көрсетеміз деп, соның ішінде мына Қазақстан,
мына әсіресе біздің университетті айтып кету керек. Жаңа президенттің жаңағы бастамасы, одан кейін біздің мына университет төңірегінде ректордың бастамасымен жаңағы мұғалімдер өзінің бір күндік жалақысын бөліп, одан кейін мына басқа да жаңағы қажетті нәрселерге көмек бойынша жинақтау жаңа пунктінің ашылуы, бұл да бір өзіміздің тарапымыздан бір көрсетіліп жатқан көмек. Бірақ жаңа саясатқа келетін болсақ, шынымен де бұны бір белгілі саяси күштер өз мақсатында, әрине Турцияның әсіресе мынау Ресей-Украин конфликтісінде, одан кейін мына НАТО-ның кеңею мәселесі төңірегінде Швецияға қатысты жаңа Турцияның ұстанымы, жаңағы мынау неге қатысты Грециямен арасында болып жатқан даулар, Европамен болып жатқан даулар, былай келген кезде шынымен де бір Эрдоганның саясатын бір жаңағы негативті көрсету мақсатында көбі пайдаланып жатыр деп айттық. Әсіресе мына ақпаратты қарап отырсаңдар, көбінесе осы жаңа негативті ақпарат тарап жатқан көбінесе батыстық медиалар мен оппозициялық медиалар. Енді бұл зардап мынау кеше жаңағы неден хабарлап жатыр, бұл 20 миллиард шығын келтіріп отыр Турция үшін деп. Бұл әрине бұл Турция көлемінде жаңағы ВВП-сінің 1%-ін құрайды, бірақ қаншалықты мен үкімет қолынан келген көрсетіп жатыр көмектерін. Кеше Эрдоган да айтып жатыр, зардап шеккендерге үйсіз қалмайды, оларды жаңағы уақытша орналастырады, 1 жылға дейін оларға жаңа көмек беріліп тұрады. Бұл бүкіл жаңа үйінділерін барта тазартылып, жаңадан басқаша енді стратегия өзгереді үй салу бойынша. Шынымен де енді мойындау керек, кейбір жерлерде салғырт кеткендіктер бар. Жаңағы мына әсіресе құрылыс компанияларының үкімет бұл тарапынан өзінің несін істеп жатыр. Мысалы Турцияда 11 жаңағы осы құрылыс компаниясының 11 жаңағы топ менеджерлеріне қатысты іс қозғалып жатыр. Оларды жаңағы тұтқындап жатыр, оны өздеріңде біліп отырсыңдар. Бұл енді әрине жаңа қайғының орнын толық баспайды. Бірақ шынымен де бұл Турциядағы мынау әсіресе мынау үй салу құрылыс индустриясына бір үлкен бір өзгерістер алып келеді. Осының төңірегінде жаңағы Түркияның фирмалардың салған үйлері сапасыз деген осындай әртүрлі ақпараттар тарап жатыр. Әсіресе мынау кеше Венгрия, Румынияда, жаңа Болгарияда түрік компаниялар жұмыс істеген жерлерде жаңағы үйлердің сапасын қайта тексеру керек деген сияқты. Бұның барлығын айту керек. Шынымен келген кезде бұл ақпараттық соғыстың бір белгісі деп қарау керек. Сондықтан мынау енді Турцияның әрине бұл қайғылы оқиға ішкі саясатта үлкен әсер етеді. Өткен қыстағы болған жаңа парламент сайлауларында өздерің білесіңдер, кейбір аймақтарда дәстүрлі мынау жаңағы республиканшыл дейді, солар жаңа кемалистердің басым болған аймақтарында жаңағы дәстүрлі аймақтарда сол жаңа Эрдоганның партиясы бұрынғыдай жеңіске жете алған жоқ. Әрине Эрдоганның жаңағы саясатына осы жерде көп адамдар жаңағы қолдамайтын аймақтар, сосын мына жаңа қайғылы апат болған региондағы тұратын халықтарды енді неге көптеген кезде біріншіден ол жерде Сириядан келген және басқа да таяу шығыс елдерінен келген жаңа босқындардың көп орналасқан жерлері болған. Сондықтан да бұл әрине қиын, адам санының көбі осыған байланысты. Сондықтан да енді алдағы уақытта әрине Турция бұл жаңа болған қайғылы оқиғадан өзінің жаңағы қорытындыларын шығарады. Әрине өзгерістер болады. Ішкі саясатта да, сыртқы саясатында енді бір күрделі өзгеріс болмағанмен де, бірақ мынау бұл да бір Эрдоган үшін бұл бір үлкен бір сабақ. Былай келген кезде бұл Эрдоган бұдан кейін енді әрине кейбір мәселелерді өзгертуге тырысады, бірақ түбегейлі мысалы Турцияның таяу шығыстағы орны азайып кетеді, немесе жаңағы мынау недегі басқа да мына болып жатқан процестерге Турцияның араласу бәсеңдейді дегенге келмейді. Енді жаңа айтқандай масштаб трагедияның көлемі өте үлкен, көлемді, жаңағы шығын өте көп, бірақ уақытпен барлығы келеді орнына. Енді біздер мынау Қазақстан мемлекеті, одан кейін мынау қалған көрші мынау түркітілдес мемлекеттердің тарапынан бұл көмек көрсетуі, жаңа жылы лебіздерді білдіруі, бұл келген кезде бұл түркілік ынтымақтастықты арту керек. Сондықтан кейбір кезде қайғылы осындай оқиға болып жатқан кезде бұдан бір саяси астар іздеп, немесе бір саяси ойындардың құрбаны болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сарапшымызға өз алғысымызды айтамыз. Осымен бүгінгі шығарылымыз аяқталды. Біздің ARD News YouTube каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Төмендегі қоңырауды қоса жүріңіз. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.